Шет елден келген азаматтар сәлемсіздер ме? Бүгін біз сіздерге оралмандар Қазақстан Республикасының азаматтығын қалай алу керек, қандай жолдармен алу керек, қандай құжаттар қажет, сонымен бірге көңіл бөлуге тиісті мәселелер жөнінде тоқталып өтеміз. Назарларыңыз бізде болсын. Енді оралмандар Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін тапсыруға тиісті болған құжаттар төмендегідей. Біріншісі, шетел азаматтық куәлігі болу керек. Екіншісі, нопос дәптері болу керек. Үшіншісі, неке куәлігі болу керек. Төртіншісі, балалар болса, балаларының туу куәлігі болу керек. Міне бұл куәліктер сөзсіз болуға тиісті. Бірде-бір кем болса болмайтын ең негізгі куәліктер есептеледі. Соң бұл құжаттарды заңды орынға апарып, нотариус жасатып, оны тамға бастырып алуымыз керек. Сондай-ақ қолыңыздағы құжаттардың түп нұсқасын көбейтіп алуды да ұмытып қалмауымыз керек. Енді ерекше ескерте кетуге тиісті бір мәселе. Егер сіздердің оқу жасындағы балаларыңыз болған болса, олардың туу куәлігі болудан сырт, балаңыз туылғаннан тартып қазірге дейінгі докторхананың вакцина қойған книжкасы болу керек. Яғни докторхананың әр жылы қойған вакцинасының анықтама қағазы болу керек. Егер бұл қағаз болмайтын болса, мектепке кіруі қиынға соғады. Ал балаңыз мектепке кіргеннен кейін, мектеп жақта балаңызға вакцина қоюға тура келеді. Ал сіздің шетелде тұрған кездегі қайсы түрдегі вакциналарды қойғандығы жөнінде бұл мектеп докторханасы білмесе, оған және де қайталай осындамен ұқсас вакцина қойылып кетсе, оның кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан балаңыздың туылғаннан тартып қазірге дейінгі докторхананың қойылған вакцина книжкасын ала келуді ұмытпағайсыздар. Сонымен бірге оқу жасындағы балалардың бастауыш толықсыз орта мектеп бітірген болса, оқу мектептің берген мектеп бітірген куәлігі болу керек. Мектеп тамғасы басылған, мектеп бітірді деген куәлігі болу керек. Бастауыш бітірген болса, бастауыш мектептің куәлігі болу керек. Толықсыз болса, толықсыздың, орта мектеп болса, орта мектептің бітірді деген куәлігі болу керек. Сондай-ақ бұл куәліктерді бағанағындай заң орнына апарып, заңды түрде аудартып, оны анықтама жасап шығарып алуымыз керек. Сондай-ақ балаңыздың бастауыш бітірген болса, бастауыштың ең соңғы жылындағы, яғни 6-шы сыныптағы әрбір сабақтың, әрбір пәннің нәтижесі болу керек. Мектептің таңға басып берген нәтижесі болу керек. Мектеп сіздің балаңызды қабылдаған кезде осы нәтижелерді сұрайды. Осы нәтижелеріне қарай отырып, балаңызды сыныпқа бөледі. Мәселен, 6-шы сыныпта 4-5 класс болады. Осы 4-5 классқа нәтижесіне қарай отырып бөледі. Сондықтан осы нәтиже қағазын ала келуді де ұмытпау керек. Толықсыз болса, толықсыздың ең соңғы жылғы, орта мектеп болса, орта мектеп 10 сынып, яғни 9 сынып бітірген болса, соның әрбір пәннің, әрбір сабақтың нәтиже қағазын ала келу керек. Мектептің тамға басқан нәтиже қағазы болу керек. Сонымен бірге, сіздер Қазақстанға келгеннен кейін тіркелу барысында алдымен балаңыздың оқу жағдайын ойласуыңыз керек. Өйткені сіз балаңызды мектепке кіргізу үшін қай жерде тіркелген болсаңыз, балаңызды сол жерге апарып, сол жердің мектебіне апарып оқытуға тура келеді. Егер сіз басқа жерде тіркеліп алып, және бір басқа районға апарып балаңызды оқытуға тура келсе,
олар қабылдамайтын жағдай шығады. Сондықтан тіркелген кезде алдымен балаңыздың оқуын ойластыруыңыз керек. Қайсы районға қараса, тіркелуіңіз қайсы районға қараса, сол районға барып мектепке оқытуыңыз керек балаңызды. Болмаса, балаңызды қай жерде тіркелген болсаңыз, сол жерге барып оқытуыңыз керек. Міне осы жағдайларды алдын ала ойласып алу керек. Сонымен бірге ата-ана болған өзіңіз белгілі бір мамандық болған болса, яки университет оқып бітірген болсаңыз, университет оқығандағы куәліктерді, қызмет істегендегі куәліктерді ала келуіңіз керек. Ала келгеннен кейін оны да бағанағы заңды орындарға барып, нотариус жасап, анықтама шығартып, тамға басып алуыңыз керек. Өйткені сіз бұл жақта мамандық бойынша қызмет жүргізген кезде осы кінашкаларыңыз болмаса, сіз өз алдыңызға қызмет жүргізсеңіз де, осы кінашкаларыңыз болмаса, қызмет істеу қиынға соғады. Сондықтан шет елден келуден бұрын осы нәрселердің бәрін толықтап алуымыз керек. Ал енді бүгін біздің осы ескертпені тыңдап отырған тыңдармандар алдын ала шетелдегі туыс-туғандарыңызға хабарлап қоюларыңыз керек. Сондай-ақ ол жақтан келмекші болып жатқан, келіп жатқан туыстарыңызды дер кезінде ұқтырып қойыңыздар. Сонда ғана азаматтықты әрі тез, әрі дұрыс, әрі ең оңтайлы жолмен алып алуға болады. Ондай болса, біз мына YouTube-қа шығарып қойдық. YouTube-қа шығарып қойғандықтан, мына YouTube-тағы біздің атымыз Дүбірлі дүние деген атпенен шығып отырмыз. Дүбірлі дүние деп іздесеңіздер табылады. Осы Дүбірлі дүниеге тіркеліп алсаңыздар, оралмандарға қатысты және де басқа оралмандардың осы жаққа келгеннен кейін қоныстануы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының беруге тиісті көмек қаражаты қатарлы көптеген видео кескіндерді шығарып қойдық. Соларды дер кезінде көріп отырыңыздар. Достарыңызға, туыс-туғандарыңызға жолдап қойыңыздар. Көпшілікке рахмет.